Варикозға жасалатын жаттығулар варис сөзі түйін деген мағынаны білдіреді. Қан тамырлары үнемі тырысып тұратын болса, тамырларда тромбтар болады. Варикоз неден болады деген кезде, варикоз қан айналымының дұрыс еместігінен болады. Мысалға жүректен қан артерия арқылы шықты, ол қайтадан жүрекке бару керек. Сол кезде тамырлар арқылы да барады. Аяқтан жоғары қарай көтерілу үшін қан айналымы дұрыс емес болса, кейбір қандар жоғары қарай көтерілмей қалады. Сол кезде мысалға жүректе қиналады, кіші үлкен тамырлармен жүрекке барады, кіші тамырлармен өкпеге барады. Осы кезде жүректе, өкпеде қиналады. Осы кезде мен сіздерге денсаулық бізге үш нәрсемен келеді. Ең бірінші түрлі жаттығулар арқылы және йога асаналарын жасау арқылы, қозғалыс арқылы, яғни екіншісі дұрыс тамақтану арқылы, ағза тазалау, ашығу арқылы. Үшіншісі эмоционалдық, психологиялық эмоционалдық күйлеріңізді жақсартып алуыңыз керексіз. Ол гипнотерапия арқылы келеді. Гипнотерапия кезінде қорқыныш, үрей, проблемалардың түп тамырын тауып, соған басқаша көзқараспен қараған кезде басқаша адам